Қаңғыбас иттер кейде адамдарға қарағанда мейірімдірек болып келеді. Өйткені олар адамның абыройы мен қаржылы жағдайына қарамастан әрдайым көмекке ұмтылуға дайын. Бұл оқиға таңғы уақытта Барнаулда орын алған. Еркек әдеттегіндей өз гаражына келеді, көлігін алып шығып жұмысына бару үшін. Алайда барса гаражының алдында 3 ит жатыр екен. Олар еркекті көре салысымен үре бастайды, біреңені қорғап жатқандай. Еркек бұлар нені күзетіп жатыр екен деп қызығушылығы оянады. Ақырындап иттерді қуып жіберіп гаражды ашқанда қатты таңғалады. Сөйтсе онда пакетке оралған кішкентай күшік жатыр екен. Олардың онда қалай тап болғаны белгісіз, бірақ иттер осылай өздерінің кішкентай тұқымдастарын қорғаған. Еркек күшіктерді үйіне алып, ал ертесіне жануарлар баспанасына береді. Еркектің үйінде 2 иті болғандықтан ол күшіктерді өзіне қалдыра алмайтын. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар